Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар. Физика 1 курсының бірінші модулінің классикалық механикалық физиканың негіздері дәрісінің екінші дәрісіне қош келдіңіздер. Дайындаған физика магистрі, физика кафедрасының аға оқытушысы Алдаберген Іңкәр Ерболатқызы. Әдеттегідей дәріс жоспарымен таныстырып өтсем, кинематика, механикалық қозғалыс, материалдық нүкте, санақ жүйесі, орын ауыстыру векторының модулі, жылдамдық, үдеу, қисық сызықты қозғалыс кезіндегі толық үдеу, айналмалы қозғалыс кинематикасы, бұрыштық жылдамдық, бұрыштық үдеу, дененің еркін түсуі, тік жоғары тасталған дененің қозғалысы, дененің ең жоғары көтерілу биіктігі, көлденең лақтырылған дененің жер бетінен биіктігі. Алдыңғы дәрісте біз кинематика бөлімін қарастырып бастаған болатынбыз. Оның ішінде механика, механикалық қозғалыс, материалдық нүкте, қатты дене, санақ жүйесін қарастырған болатынбыз. Және де радиус векторды толық қарастырып өткен болатынбыз. Радиус вектор деп координатаның басы O нүктесінен берілген нүктеге M нүктеге дейін жүргізілген векторды айтады, суретте көрініп тұр. R вектор тең XY вектор плюс YJ вектор плюс ZK вектор. Келесі қарастыратынымыз орын ауыстыру векторының модулі. Орын ауыстыру векторының модулі бұл жүріп өткен кесіндінің орын ауыстыру ұзындығы. Яғни 6-шы суреттен көре аламыз. Дельта R модуль тең түбір астында дельта X квадрат плюс дельта Y квадрат плюс дельта Z квадрат. Орын ауыстыру модулі қозғалу бағыты өзгермеген жағдайда ғана жүріп өткен жолмен сәйкес келеді. Мысалы, дельта R1 вектор тең 5t көбейту I вектор плюс 4t көбейту J вектор плюс 7 көбейту K вектор. R2 вектор тең 7t көбейту I вектор плюс 2t көбейту J вектор плюс 7 көбейту K вектор. Орын ауыстыру неге тең? Дельта R вектор тең 2t көбейту I вектор минус 2t көбейту J вектор. T тең 1 секундқа. Модуль дельта R вектор тең түбір астында 2 квадрат плюс 2 квадрат тең 2 түбір астында 2. Және көрнекілікте бізде 7-ші сурет берілген. Келесі жылдамдық дегеніміз не? Жылдамдық дегеніміз таңдалған есептеу жүйесіне қатысты кеңістіктегі материалдық нүктенің қозғалу шапшаңдығын және қозғалыс бағытын сипаттайтын векторлық шама. Материалдық нүктенің орташа жылдамдығы дегеніміз бұл ығысу векторының дельта R сол ығысуға кеткен уақыты дельта T қатынасы аталады. Яғни 8-ші суреттен көре аламыз. V тең дельта R бөлінген дельта T тең модуль лим T 0-ге ұмтылған кезде дельта R вектор бөлінген дельта T тең лим дельта T 0-ге ұмтылғанда дельта T-ның модулін дельта T-ға бөлеміз. Тең лим дельта S бөлінген дельта T, бұдан ds dt-ні аламыз. Материалдық нүктенің лездік жылдамдығы дегеніміз не? Яғни V лездік деп белгілеп қойсақ болады. Бұл уақыттың берілген сәтіндегі жылдамдық немесе дельта T 0-ге ұмтылған кездегі жылдамдық нүктенің жылдамдығының шегі. Яғни 9-ші суреттен көрсек болады. V вектор тең dr бөлінген dt тең Vx
и вектор плюс v, y, j вектор плюс v, z, k вектор. Яғни осы жерде v вектор тең dr бөлінген dt тең vx, и вектор көбейту vy, j вектор плюс vz, k вектор болатын болса, мұнда vx тең dx бөлінген dt, vy тең dy бөлінген dt, vz тең dz бөлінген dt. Жылдамдық модулі, яғни v тең v модуль тең түбір астында дельта v квадрат, дельта vx квадрат плюс дельта vy квадрат плюс дельта vz квадрат түбірдің астында болады екен. Келесі үдеу. Үдеу дегеніміз нүкте немесе дене жылдамдығының векторы уақыт бірлігі ішінде оның қозғалысы кезінде қаншалықты өзгеретінін көрсететін векторлық шама. Яғни a вектор тең дельта v вектор бөлінген дельта t тең i ax плюс j ay плюс z вектор a z лездік үдеу. Шексіз уақыт аралығында орташа үдеудің ұмтылатын шегі. Яғни a вектор тең лем дельта t нөлге ұмтылғанда дельта v вектор бөлінген дельта t, a вектор тең dv вектор бөлінген dt тең и вектор ax плюс j вектор ay плюс z вектор az. Мұндағы ax тең dvx dt, ay тең dvy бөлінген dt, az тең dvz бөлінген dt. Келесі осымен осы лекция аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі осы бөлімнің 3-ші дәрісінде біз қисық сызықты қозғалыс кезіндегі толық үдеуді қарастырып бастайтын боламыз. Және үдеудің түрлерін, олардың формулаларын анық көрсететін боламыз. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.